саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Избасарова Жанат Мұқтыбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыз информатика пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпараттық технологияларды дамытудағы қазіргі заманғы процестер. Сабақтың мақсаты білім алушыларға жасанды интеллект ұғымы туралы сипаттама беру. Қазіргі уақытта осы заманғы технологиялар әлемі біз бірнеше ондаған жылдар бұрын байқаған технологиядан айтарлықтай өзгеше. Бүкіл әлем адамзаты ақпараттық коммуникациялық технологияны қызметтің барлық саласында жемісті пайдаланады. Сондай-ақ бұрын тек армандауға тұрарлық заттар үйреншікті құбылысқа айналды. Дүние жүзіндегі ең бай корпорациялар IT дамыту саласында алғашқылардың бірі болып табылады. Атап айтқанда, 35 тонна салмағымен алғашқы электронды есептеуіш машинасы құрылған және бірінші бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізген сәттен бастап әлем ақпараттық технологияны дамыту мәселесінде айтарлықтай үлкен қадам жасады. Бүгінгі күні күннен күнге барынша жетілдірілген өнім шығарылуда. Сондай-ақ олар өзінің өнімділігін тұрақты негізде арттыруда. Apple, Samsung, Microsoft, IBM сияқты және тағы басқа алпауыттар ақпараттық технологиялар саласындағы дүниежүзілік мұраға баға жетпес үлес қосты. Интернет, смартфондар, ноутбуктар, нетбуктер, түрлі гаджеттердің және жабдықтардың алуан түрлігі адамдардың өмірін барынша қарапайым қылуда және инновациялық мүмкіншіліктердің жаңа әлемін ашуда. Сондықтан бүгінгі күні әрбір қазіргі заманға адамға IT әлемінен қалып қоймау үшін жаңа жаңалықтардан әрдайым хабардар болуы қажет. Алғашқы компьютерлердің негізгі міндеті әртүрлі есептерді шығару болатын, алайда 20 ғасырдың 50 жылдарында ақ ғалымдар фантаст жазушылардың идеяларын қалай жүзеге асыру керек, яғни адам сияқты ойлай алатын құрылғыны қалай жасауға болады деген сұраққа жауап іздей бастайды. Ойлау процестерін имитациялау үшін компьютерде бағдарламалық жүйелер жасалады. Олар жасанды интеллект жүйелері деп аталады. Жасанды интеллект адамзат интеллектісінің процесін компьютерлік жүйелер арқылы модельдеу. Бұл процестер оқыту, пайымдау және өзін-өзі түзетуден тұрады. Адам және машина үшін ортақ интеллект деп белгілі бір күрделілік деңгейіндегі тапсырмаларды орындау үшін программа құру және осы тапсырмаларды орындау қабілетін айтамыз. Жасанды интеллект жүйесін әзірлеушілердің мақсаты тапсырма шартына сай машинаны өз әрекетінің программасы жасауға, яғни формалды орындаушыдан зияткерлік орындаушыға ауыстыру. Қорыта айтатын болсақ, жасанды интеллект дегеніміз бұл адам ойын компьютерде бейнелейтін программалық жүйе, яғни адамның логикалық ойлау қабілетін әртүрлі машиналарды іске асыру, оларды дербес ойлай алатын ету дегенге саяды. Жасанды интеллект сөзін алғаш рет 1956 жылы Дартмут университетінде өткен конференциясында Джон Маккарти қолданған. Өзінің анықтамасын түсіндіру барысында әзірше біз бүтіндей қандай есептеуіш процедураларды интеллектуалды деп айталатынымызды білмейміз. Сол себепті интеллект сөзін әлемде мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістердің есептеуіш бөлігін ғана түсініп жүрміз.
Жасанды интеллект жұмысы екі бағытқа бөлінеді. Бірінші бағыт адамның интеллектуалды әрекетінің өнімін қарастырады, оның құрылысын меңгереді. Екінші бағыты интеллектуалды іс әрекетінің нейрофизиологиялық және психологиялық механизмі туралы мәліметтерді, дәлірек айтқанда, адамның саналы іс әрекетін қарастырады. Жасанды интеллект жасаудың түрлері. Адам миының толық көшірмесін жасау, адам эволюциясын компьютерлерде қайталауға тырысу, адамзат тарихына қарап өздігінен дами алатын суперкомпьютер жасау. Құрметті білім алушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан көптеген қызықты мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын.